Депутаттық сауал. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярға, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ермек Көшербаевқа. Қазір әлеуметтік желілер адам өміріне етененген соншалық көп: лайк жина, жетістікке жет, пайдаңды тегіз, подпискаға қосыл, лайк көңіл көтереді, бірақ мақсатқа жеткізбейді деген тәмсіз сөздерде қалыптасып үлгерді. Бұл төрткүл дүниеге дабыл қақтырып отырған мәселе. Әлемдік деңгейде белгілі психологтар Жан Твенге, Джонатан Хайт, Шерри Теркл, Николас Карр, Адам Альтер әлеуметтік желі жастар арасында депрессияны күшейтіп, назар аудару қабілетін төмендетіп, тәуелділік тудырып, адамдар арасында шынайы қарым-қатынасты әлсірететінін дәлелдеп, авторлық кітаптарды жазды. Әлеуметтік желінің рухани мәдени зиян залалын қазірдің өзінде сезініп отырмыз. Халықаралық Касперский Лэб компаниясы өткен жылы жүргізген сауалнамаға назар аударсақ, санаға салмақ түсіріп, көңілге алаң әкеледі. Оның деректеріне сүйенсек, Қазақстандағы балалардың 88%-ында жеке смартфон бар, ал оның 28%-ы барлық бос уақытын гаджетте өткізетіні белгілі болды. Жасөспірімдердің 74%-ы TikTok'ты, 59%-ы YouTube'ты, 57%-ы Instagram'ды белсенді пайдаланады. Әрбір 5-ші ата-ана өз баласының әлеуметтік желідегі парақшасында қандай ақпарат жарияланғанын білмейді. Ата-аналардың 62%-ы балалардың экран алдындағы уақытын бақылау үшін ешқандай арнайы бағдарлама мен шектеу қолданбайды. 4 және 6 жас аралығындағы балалардың 17%-ы интернет арқылы сатып алулар жасайды. Бұл ата-аналарға қаржылық шығын келтіріп қана қоймай, бала үшін қауіп төндіретінін айтпаса да түсінікті. Әлеуметтік желіге деген тәуелділіктің зардабы тым ауыр. Қазір Оңтүстік Корея мен Канада ондаған сауықтыру орталығын ашып, заманауи гаджеттерге тәуелділерді сауықтыруды қолға алды. Желіге желіккендер психологиялық, физикалық, әлеуметтік қиындыққа тап келуде. Мысалы, Гонконг Қытай университетінің зерттеушілері нәтижесі бойынша интернетке тәуелді жасөспірімдер арасында психологиялық ауытқуларға тап болу көрсеткіші 2,5 есе жоғары. Депрессияға шалдығу ықтималдығы 3 есе көп болады екен. Бүгінде әлеуметтік желіні шектеп жатқан елдер аз емес. Олардың қатарында Қытай, Оңтүстік Корея, Франция, ақш, Австралия және тағы басқа дамыған елдерді жатқызуға болады. Атап айтсақ, Қытайда 2023 жылы кәмелетке толмағандардың мобильді құрылғыларды қолдануын реттейтін заң жобасын ұсынылды. Оған сәйкес балаларға кешкі 22:00-ден таңғы 6:00-ге дейін смартфонды пайдалануға тыйым салынды. Франция үкіметі 15 жасқа дейінгі оқушылар үшін мектептерде телефон пайдалануға мүлдем тыйым салып, балалардың интернетке қол жетімділігін заңнамалық деңгейде реттеді. Осындай ондаған мысалдарды келтіруге болады. Елдің болашағын, өскелең ұрпақтың қамын ойласақ, онда қазірден бастап нақты шешімдер қабылдауымыз қажет. Яғни, жасөспірімдердің әлеуметтік желілерді пайдалануын заңмен реттеу керек. Ол үшін бірінші, еліміздің оқу-ағарту министрлігі, мәдениет және ақпарат министрлігі мен цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ведомствоаралық топ құрып, әлеуметтік желілердің өскелең ұрпаққа тигізетін зиянын жан-жақты сараптап, саралап, арнайы заң жобасын әзірлеу қажет. Екінші, әлеуметтік желілер мен онлайн ойындарды пайдалану бойынша жас шектеулерін енгізу, сондай-ақ кәмелетке толмағандарға гаджетті пайдалану уақытын белгілеу бойынша тиісті ұсыныстар әзірлеу керек. Үшінші, ата-аналар үшін балалардың интернет әлеміндегі іс-әрекетін өткізетін уақытын қадағалауға мүмкіндік беретін бірыңғай мемлекеттік бақылау жүйесін құруды ұсынамын. Төртінші, жасөспірімдер арасында физикалық белсенділікті дамыту, интернетке тәуелділіктің алдын алудың тиімді жолдарын қарастыру қажет. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары Амантайұлы, Сарым, Шапақ, Исабеков, Байтілесов. Рахмет.